Негізі жалпы оразаның 3 деңгейі болады екен. Үш деңгейі. Бірінші деңгейі ол кәдімгі тамақ ішпейміз, судан, тамақтан тыйыламыз, жақындықтан тыйыламыз, осы ғана. Екінші деңгейі адам көзінде, құлағында, тілінде, аяқ қолында ораза тұттырып тастайды. Қалай ораза тұтады? Ол қалай? Жаңағы тыйыммен қоса, жаман нәрсеге, тыйым салынған нәрсеге қараудан көзді тыямыз. Тыйым салынған жаңағы балағат сөздері, өсек сөздерден тілімізді тыямыз. Сол сияқты не нәрсені сөйлеуге тыйым салынса, сол нәрселерден құлағымызды тыямыз. Сондай бос сөздерден құлағымызды тыямыз. Аяқ қолымызды ораза тұттыру деген тыйым салынған жерлерге бармаймыз, тыйым салынған нәрселерді істемейміз. Міне бұл оразаның екінші деңгейі. Оразаның ең жоғары деңгейі адам өзінің жан дүниесінде ораза тұттырады. Яғни жан дүниесінде дүниелік, мынау қу тіршіліктің, не болмаса жаман бір нәпсі құмарлықтың кейбір ойларынан да жан дүниемізді, ойымызды тазартамыз. Сондай нәрселерді ойлаудан өзімізді тыямыз. Жаңағы тыйымдармен қоса. Бұл оразаның ең жоғары деңгейі екен. Сондықтан оразаға келе жатқан адам, иншалла мен осы Рамазан айына бір шынайы ықыласпен ниет етейін деп алдын ала ниет етіп, мен осы Рамазан айында толық Рамазанның жоғары деңгейінде ораза тұтып, оразадан шыққан кезде тап-таза болып шығамын да, онан әрі сол тазалықты сақтап қаламын деген бір жақсы бір ықылас ниетпен